жете алған балаларға нормативті бағаны күнделікті не істейміз, қолданамыз, иә. Содан кейін жаңағы тапсырмалар құрап, үшіншісі аттестация арқылы сосын төрт дағдыны қолдану және білуге жақсы. яғни бұл жерде біз нелер мақсаттардың өзгеруін алдық, тапсырмалар мақсатқа сай құрастырылуы, төрт дағды бойынша күнделікті тапсырмалар беріліп отыруы и соңғысы деңгейлер бойынша көмек көрсету. Мақсатты өзгерте алмаймыз, одан кейін